Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Бүгін біз үйдегі барлық табақтарды, кастрюль, қазандарды тазалайтын боламыз. Осындай өте оңай жолмен тазалау әдісін сіздерге көрсеткім келеді. Сіздер де тазалап көріңіздер. Үлкен ыдысымызға су құйып, отқа қойып қойдым. Одан соң шағын кастрюлемізге 4 ас қасық ас содасын саламыз. Және де осындай киім жуатын содадан 4 ас қасық саламыз. 4 ас қасық сұйық май құйып араластырып, оны үлкен ыдысымызға салатын боламыз. Осылай үлкен ыдысымызға бәрі сыйып кететіндей болу керек. Барлығын сала отырып, ыссы күйінше ыдыстарымызды жайлап тазалай бастаймыз. Достар, ыдыстарымызды салғаннан кейін суды толтырыңқырап құятын боламыз, себебі барлық ыдыс суға батып тұруы қажет. Жайлап шетінен бастап ыдыстарымызды қырғышпен, болмаса губка немесе пышақпен қырып көріп тазалайтын боламыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай жайлап жұмсарып, біздің ыдысымыз ағара бастады. Мінекей достар, біздің барлық ыдысымыздағы майларымыз жайлап суды ластап кете бастады. Осылай қырғышпен, губкамен жайлап жуа отырып, барлығын тазалап алатын боламыз. Ыссы күйінше тазалаңыздар, салқындай тазаланбайды. Ал мінекей мендегі неше жыл бойғы мына ыдыстағы күйе пышақтың көмегімен кетіп жатыр, барлығы тазарып. Осылайша барлық ыдысымызды жуып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің барлық ыдысымыз, яғни мен қасықтарға дейін салып, барлық кастрюль барлығын жуып тазалап алдым.